Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен өте жылдам уақытта дайындалатын, үйдегі бар заттармен жасалынатын салаттың рецептімен бөлісемін. Ол үшін каналға тіркелуді ұмытпаңыз, және де видеоны соңына дейін қарап өтіңіз. Барлық затымызды алдын ала дайындап аламыз. Мен описание бөліміне барлығының құрамын жазып өтетін боламын. Енді үйдегі қалып кеткен осындай орам жапырақты аламыз. Бұның қатты жерлерін кесіп аламыз. Осыншалықты көлемде алдым. Егер бұдан көп жасаймын десеңіздер, орам жапырақтың жарты бөлігі немесе кішкене бір бүтінін жасасаңыздар болады. Менде қалып кеткен орам жапырақты осындай 4 бұрышты етіп турап аламыз. Тура алынған орам жапырақтарымызды ыдысымызға салып аламыз. Арасын осылай ашып аламыз да, енді 1 шай қасық тұз қосып, әбден мұжып аламыз. Сонда бізде орам жапырағымыздың суы шығатын болады. Жарты шай қасық тұз қоссаңыздар да болады. Қолымызбенен әбден мұжып, және үстін тарелкемен жауып басыңқырап қоямыз. 20 минутқа немесе жарты сағатқа қалдырып қоясыздар. Енді осындай 2 дана орташа көлемді сәбізімізді алып, үккіштің осындай көзімен өткізіп аламыз, ұзыншалап етіп. Дәл видеодағыдай жасап алсаңыздар болады. Сәбізіміздің барлығын үккіштен өткізіп алдым. Енді осындай 2 кішкентай ғана пиязымызды алып, жіңішкелеп турап аламыз. Егер үлкені болса, бір үлкенін қоссаңыздар болады. Осындай етіп турап аламыз. Алдын ала табамызды қыздырып аламыз. Оған сұйық майымызды қойып, майымызды қыздырып алатын боламыз. Қызып тұрған майымыздың үстіне пиязымызды салып, аздап қана қуырамыз. 3 минуттай, 4 минуттай жеткілікті болады. Міне, көріп тұрғандарыңыздай осындай етіп қуырып аласыздар. Енді үстінен сәбізімізді салып, мұны да 3 минуттай аздап қана қуырсақ жеткілікті. Үстінен аздап шым тұз қосып араластырып аламыз. Отымызды 2 немесе 3 минут ұстасақ жеткілікті болады. Қуырып дайындап алдық. Енді балғын осында 2 қиярымызды алып,
видеодағыдай етіп турап аласыздар. Кез келген формаға келтіріп турай берсеңіздер болады. Қиярларымызды қаласаңыз, қиғашынан қаласаңыз, тігінен турай берсеңіздер болады. Енді қиярларымызды турап болдық. Қызанақтарымызды да 2 данасын алып, осындай етіп турап аламыз. Жіңішке етіп турап алсаңыздар болады. Егер сіздерде қызанақтарыңыз кішкентай болса, өте әдемі көрінетін болады. Егер ірі болып жатса, оны осындай етіп бөліктерге бөліп турап алсаңыздар болады. Енді 3 дана сарымсағымызды аламыз, кішілеу. Егер сіздерде үлкені болып жатса, 2 данасы жеткілікті. Осындай 3 кішігірім сарымсағымызды алып, ұсақ етіп турап аламыз. Немесе үккіштің майда көзімен өткізіп алсаңыздар да болады. Ендігі кезекте ас көктерімізді турайтын боламыз. Менде көк пияз және укроп қостым. Егер кинза болып жатса, оны да қосып жіберсеңіздер болады. Көк пиязымызды алдын ала бас жағын осылай жіңішке етіп турап алып, ал көк жақтарын осындай ұзыншалап етіп турап аласыздар, сонда сәнді көрінуі үшін. Және де укробымыздың аз ғана бөлігін аламыз да, оны да ұзынша етіп турап аламыз. Қатты майда қылып жібермейміз, ірі болып турасаңыздар, сонда өте әдемі көрінетін болады. Барлық затымызды турап алдық. Ыдысымызға енді үстінен жаңағы дайын болған орам жапырағымыздың суы шықты аздап. Енді осыны қолымызбен әбден сығып аламыз. Суын әбден осындай етіп сығып аламыз және ыдысымызға саламыз. Енді үстінен жаңағы қуырылған пияз бен сәбізімізді үстінен қосамыз. Енді дәмдеуіштерімізді қосатын боламыз. Осындай кориандрдан 1 шай қасығын қосамыз. Және де жарты шай қасық қара бұрыш, жарты шай қасық қызыл бұрышымызды қосамыз. Егер сіздерде паприка болып жатса, оны да қосып жіберсеңіздер болады. Және де кристаллик қосамыз. 6% сірке суды 2 шай қасықтан қосамыз. Дәміне қарай тұзын қосып жіберсеңіздер болады. Мен бұл жерде тұзды қосқан жоқпын, өйткені жаңағы 1 шай қасық қосқан тұзым жеткілікті болды. Егер тұзы аз болып бара жатса, аздап қосып жіберсеңіздер болады, қалауыңыз бойынша. Енді осыны әбден араластырып аламыз. Қолымызбен әбден араластырып шығамыз. Сосын оны дайын болған салаттарымызды тоңазытқышқа 2 сағатқа қойып қойсаңыздар болады. Немесе 3-4 сағат тұра берсе де болады, сонда тұзы, дәмдеуіштері сіңетін болады. Қазір дайындала салысымен бізге қиярларымызға, қызанағымызға тұзы, дәмдері сіңбеген, сол себепті де тоңазытқышта ұзақ тұра бергені дұрысырақ. Өте жылдам уақытта дайындалады және үйдегі қазіргі таңда жаз уақытысында жиіленетін салаттардың бірі үйдегі бар заттардан дайындалған салат. Сіздер де жасап көріңіздер, міндетті түрде кеңес беретін боламын.
осындай қолжетімді рецепттерді менің каналымнан көре аласыздар. Егер сіздерге видео ұнаған болса, каналға тіркеліп ұнату белгісін басып өтіңіз және де пікір қалдыра өтіңіздер. Назарларыңызға рахмет.